Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 109 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Сандарды салыстыру. Бірінші есепке қарайық. Суретке қара. Әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сана дейді. Сандарды ата. Қайсысының таяқшасы көп? Сандарды өз суретімен ата. Сандардың бірге арттыр дейді. Сандарды бірге кеміт дейді. Осы сандардың көршілерін ата. Есепті шығарамыз балалар. Екінші есепте қосу және азайту амалдары берілген, есептер берілген екен. Бірінші біз ондық сандарды есептегенде бірінші бірліктерін қосып аламыз. Азайтуда да дәл солай, бірінші бірліктерін азайтып аламыз. Үшінші есеп 20-ға дейін жұптап сана. Сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Жұптап санайтын болсақ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 деп санауға болады, е? Сандарды өсу және кему ретімен жаз. Төртінші тапсырма салыстыр. Бірінші қосындыларды қосып алып, одан кейін барып шыққан санды салыстырамыз балалар. Бесінші есеп кел ойнайық дейді. Санның орны мен қатарын жасыр. Бұл санды тапқан бала төмендегі жоспар бойынша сол сан туралы айтып берсін дейді. Бірінші бір таңбалы немесе екі таңбалы сан болуы мүмкін. Санның көршілерін және санның құрамын айт дейді. Мысалы 7 бұл бір таңбалы сан. Санның көршілері 6 және 8 сандары. Санның құрамы 3 қосу 4 тең 7. Міне балалар, сендер де осылай бір сан алып, осы 3 сұрақтарға жауап беріңдер. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып лайк басыңдар.